Отандастарымыздың ақша жинаудан қиналатынын дәлелдейтін бір дүние бар. Ол елдегі несиесі бар азаматтардың қатарының артып келе жатқандығы. Бірінші кредиттік бюроның есебінше 2024 жылдың бірінші қазанында жеке тұлғалардың кредиттік ұйымдар алдындағы жалпы берешегі 22,7 триллион теңгеге жетті. Бұның бәрі 8,9 миллион қазақстандықтың борыш, ал еліміз еңбекке қабілетті 9,7 миллионға жуық адам бар екенін ескерсек, бұл сандардың жаға ұстатарлық екені рас, әріптес. Соның ішінде 8 миллион 400 мың адамның тұтынушылық кредиті бар екен. Қарыздан қалай тез құтылуға болады, ақшаны қалай үнемдеп жинауға болады. Қазір біз сарапшы Әсел Жарасқали қызбен тікелей байланысқа шықсақ. Әсел ханым. Қайырлы күн, Әсел ханым. Қалыңыз қалай? Қалай естіп отырсыз? Әсел ханым, енді біз жаңа бір статистиканы келтірдік қой. Мына 9 миллионға жуық біздің азаматтардың басында кредит бар, ал еңбекке қабілетті адамдардың саны 9,7 деп. Несиесі бола тұра ақша жинап, бір алға мақсат қойып қадам жасауға мүмкіндік бар ма негізі? Әлде бірінші несиені жабу керек пе? Жалпы қаржылық сауаттылық дегеніміз ол дүйсенбіден бастап арықтау емес, ол күнделікті ақшаға қатысты қабылданған шешімдеріміз. Ал егер жалпы несие бойынша айтатын болсақ, мен өзім 20 жыл банк саласында жұмыс жасаған азамат ретінде, жалпы несие дегеніміз не? Несие дегеніміз мақсатсыз кез келген уақытта 47%-ға дейін біреуден қарызға ақша алуды оңай көру. Жалпы Қазақстан елінде өкінішке орай несие төлеу мәдениеті бар да, ақша жинау мәдениеті жоқ. Жалпы өзімнің Әсеке парақшамында, Әсеке ханым парақшасында мен көптеген айтамын. Ең біріншісі ақша жинау аясында ешқандай қиялдап қажет емес, нақты іс-әрекет жасау керек. Ол жаңа айтып кеткенде жоғарыда нақты мақсат арқылы. Көбіне біз қиялдаймыз, осыны алғымыз келеді, мынаны былай жасағымыз келеді, шетелге барғымыз келеді, баланы оқытқымыз келеді деп. Бірақ өкінішке орай біз дайындықсыз келеміз. Ал егер нақты сұраққа жауап беретін болсам, басыңызда егер тұтынушы несие, яғни жоғарғы пайызға алған ақшалай несие болса, бұл жерде ақша жинап емес, ең бірінші несиені жауып үйрену керек. Жалпы несие дегеніміз ол сіздің қалтаңыздың тесік болуы. Қанша ақша тапсаңыз да, тесік қалтаңыздан ол ақша әр уақыт түсіп тұрады. Жалпы мына өкінішке орай қазақстандықтардың мен бір түсінгенім, мына жаңа сіз айтып отқан тұтынушы несиенің бірде-бір алыну себебі, біздер мына тұтынушы несиенің ішінде көбінде автонесие алу, одан кейін бар бұл жерде той жасау, сол несиелер ең үлкен сома. Үйдің ішінде әрлендіру, соның барлығы тұтынушы несиенің сомасына кіріп кетеді. Яғни біз мысалға үйді әрлендіру, баланы үйлендіру, ол балаң күнде бір күнде үйленбейді ғой. Балаң көз алдыңда өсіп жүреді. Біздің қазақта кең мақал бар, бір мақалмен осы қаржылық сауаттылық түсіріп кеткен. 6-дан бастап жинасаң асады дейді, 7-ден бастап жинасаң жетеді дейді. Мына балалы жанұяларға ай сайын 10 мың теңге болса да абзал. Біз кез келген баланың үлкен өміріне, біліміне, тойына, құдалығына есеппен келсек, сол бірінші дұрысырақ. Бірақ қазір біздің қарапайым халық айтуы мүмкін, ой, оны бәріміз білеміз ғой деп. Біздің халық барлығын біледі. Білу мен істеу ол екі түрлі нәрсе. Істеу дегеніміз не? Істеу дегеніміз күн сайын осы ақшаға қатысты қабылданған шешімдерімізді дұрыс ары қарай ұстану. Бірінші, мысалға, сенімді түрде өзімізге айтамыз, мен осы ақша жинаймын. Егер сіз бүгінгі таңда айлығыңыз төмен болса, 200 мың теңгеңіз болса, ең біріншісі басыңызда тұтынушы несие болса, тұтынушы несиені жабам. Одан кейін 200 мың теңге айлығыңыз болса, 500 мың теңге жинайым деген сондай кішігірім мақсаттар арқылы біз осы үлкен нәтижеге жете аламыз. Осы көптеген кішкентай заттарды біз ескермей жатамыз. Ойлаймыз, мен тезден миллион жинасам, мен барлығын қопарып алып, қопарып істесем екен деймін, бірақ оның барлығы кішкентай әдеттерден қалыптастырған тұрады. Сондықтан басыңызда 100 мың теңге несие бар ма, 500 мың теңге несие бар ма, соның барлығын жабу қажет. Жалпы өз-өзіңе әр уақытта есеп беру керек. Өз-өзіңізге есеп бермей, жаңа бүгінгі нүктеңізді белгілемей, сіз Жақсы, Әсел ханым, енді біздің қойған сұраққа жоспар арқылы кез келген нәтижеге жетуге болады. Барынша масштабты түрде толыққанды жауап бердіңіз. Ақпаратты бөліскеніңізге рахмет, байланысқа шыққаныңызға алғыс. Сау болыңыз.